Саламатсыздар ма, құрметті 4-ші сынып білім алушылар? Мен Атырау облысы Махамбет ауданы Есенбай Ағалиев атындағы Махамбет орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Алдешова Фарида Бақтығалиқызы. Әдебиетті оқу пәні бойынша онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбым ғажайыптар еліне саяхат. Сабаққа негізделген оқу мақсаты эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Көркем шығарманы басқа үлгідегі иллюстрация, әуен, күй, мультфильм, кинофильм нұсқасымен салыстыру. Бағалау критериясы мұғалімнің көмегімен мәтіннің композициялық құрылымын анықтайды. Кейіпкердің іс-әрекетін бағалайды. Түрлі формада шығармашылық жұмыс жасайды. Бұл кім, бұл не? Ойын арқылы оқушыларға суреттер көрсетіледі. Оның не екенін табады. Бұл заттардың қиял ғажайып ертегі кейіпкерлермен қандай байланысы бар? Жауабын сіздерден күтемін. Дәлелде айдары бойынша ауызша нақты жауап берулерің керек. Фантастикалық шығармалар кейіпкерлерінің ерекшеліктерін атап айт. Кім айтады? Бір фантастикалық кейіпкердің іс-әрекеті арқылы дәлелде. Жауабын сіздерден күтемін. Жарайсыңдар. Жауаптарыңа ризамын. Келесі слайдқа назар аударайық. Кімнің суреті? Руделов Эрих Распе 1736 жылы өмірге келіп, 1797 жылы өмірден өтті. Немістің Ганновер қаласында дүниеге келген. Ол геолог, әрі жазушы. Оның есімі Мюнхгаузеннің хикаялары туындысы мен дүниежүзілік оқырмандарына танысты. Руделов Распенің айға алғашқы сапары туралы мәтінін оқулықтың 71-ші бетінен оқимын. Оқушылар оқулықтарыңды ашып тыңдайық. Түркияда тамыры топыраққа тисе болды, сонау зеңгір көкке дейін өрмелеп тез өсетін бақша өсімдігі бар еді. Бұл түрік бұршағы. Сол бұршақты тауып алып, дереу топыраққа тамырын тигізіп едім. Көз алдымда қаулап алды да кетті. Әлгі өлермен өсімдік өршелене зымырап өсіп тұр. Тура айға жетті. «Ура!» деп айқай салдым да, әлгімен өрмелеп көкке шыға бастадым. Айға барған соң балтамды оңайлықпен таба алмадым. Ай да, балта да күміс түстес. Күміс үстінде жатқан күміс көріне қоймайды екен. Тентіреп жүріп, әйтеуір балтамды шіріген сабанның үстінен тауып алдым. Балтаны дереу белбеуіме қыстыра салып, жерге түспекші болдым. Бұршақтың сабағын күн күйдіріп жіберсе керек. Қолым тигенде ақ қаудырап шашылып түсті. Есім шыққан сонша еңіреп жылап жібере жаздадым. Не істеу керек? Не айла бар? Жерге жетпей айда қалып қойғаным ба? Қалайша мен өмір бақи айда қалып қоймақпын? Жоқ, ол болмас. Жерге жету керек. Әлгі шіріген сабаннан арқан еспек болдым. Бұл не деген қырсық десеңші? Ескен арқаным онша ұзын болмады. Қысқа да болса, сол арқанмен ептеп жерге түсе бастадым. Бір қолымда балта, бір қолмен сырғып түсіп келемін. Бір кезде арқан таусылды да, мен жер мен көктің арасында салбырап тұрып қалдым. Алдар оқып болдық. Енді сіздерге тапсырма беремін. Түсінік оқу айдары бір-бірінен оқыту, үйрете отырып үйренеміз әдісі бойынша бөлікке бөліп оқимыз. Бірінші оқушы мәтіннің бір бөлігін оқиды, екінші оқушы кейіпкер не ойлап табуға мүмкін деген сұраққа болжам жасайды. Екінші оқушы
айға барған соң деп басталған абзацтан не істеу керек деген абзацқа дейінгі мәтінді 3 жаққа ол ауыстырып оқиды. Бірінші оқушы қадағалайды, дескриптор тапсырманы орындайды, тақырыпқа қатысты ойларын тереңдетеді. Жаңа сөздер сандығы айдары бойынша оқушылардың мәтін бойынша түсінбеген сөздерінің мағынасын талдап, түсініктеме жасалуына ықпал етемін. Өлермен өсімдік, ештеңеге қарамай өсе беретін өсімдік. Былқ етпеу, қорқып сасқалақтамау. Ит өлген жер, тым қашық, алыс жер деген мағынаны білдіреді. Әңгімелеу, болжайдар арқылы кейіпкер не ойлап табуы мүмкін деп ойлайсыздар? Жүрегім тас төбеме шықты, бірақ көкем былқ еткен жоқ. Арқанның төменгі ұшынан мықтап ұстап тұрып, балтамен арқанның бас жағынан кесіп алдым. Сосын арқанның бас жағын өзім мықтап ұстап тұрған аяқ жағына байладым. Осылай жерге түсуге амал таптым. Алайда жерге дейін ит өлген жер еді. Ертеден қара кешке дейін арқанның басын кесіп алып, аяғына жалғаумен күн өтті. Әрең дегенде қаланың үйлері көрінетін тұсқа жеттім-ау. Жерге дейін шамасы 4-5 шақырымдай ақ қалған болу керек. Бір кезде арқаным бырт етіп үзілді де кетті. Соншама екпін, соншама салмақпен гүрс ете түскенімде жерге жарты шақырым кіріп кетіппін. Есімді жисам, терең шұңқырда жатырмын. Ал енді бұл зынданнан қалай шығу керек? Күнсақ дәм татпай қалай шығудың жолын ойладым. Оны да таптым. Тырнағыммен шықыла отырып, текше жасадым да, сол текшемен жүгіріп жер бетіне шықтым. Бұл Мюнхгаузен мықты ғой. Әңгіме айдары бойынша, автордың ізімен әдісі бойынша шығарманың жалғасын жазуға беремін. Оқушылар тапсырма бойынша өз ойларын қағаз бетіне түсіреді. Басты мақсаты оқушылардың сөздік қорларын кеңейтіп, өз ойын жазбаша жеткізуге үйретемін. Мәтіннің кез келген бөлігін әрі қарай жалғастырып әңгімелейік. Оқиғаның басталуы неден басталып? Түрік бұршағын тауға алудан. Оқиғаның дамуы айғақ өрмелеп жетуі. Оқиғаның шенелісуі қорқыныш пен тапқырлық. Оқиғаның шарықтау шегі арқанның үзілуі. Оқиғаның аяқталуы аман-есен жерге жетуі. Дескриптор таныс мәтінге жаңа кейіпкерлер қосады, жаңа сюжеттер енгізеді, хикая құрастырады. Келесі слайдқа назар аударайық. Сіздерге мен мынадай ауызша тапсырмалар беремін. Ойлан, оқиғаның ең күлдіргі сәттері қай бөлігінде? Өте дұрыс таптыңдар. Оқиғаның ең қорқыныш сәттері қай бөлігінде? Жарайсыңдар. Талдау әдісі арқылы қиын жағдайға тап болған кейіпкерлерден өзіңе қандай үлгі алдың? Кім айтады? Жазушыға қандай сұрақ қояр едің? Жауаптарың өте дұрыс. Құрастыру, мұғалімнің көмегімен сипаттап жаз. 4-5 шақырым. Оған қалай түсінесіңдер? Зындан. Осы сөздік жұмысын дәптерлеріңізге жауабын жазасыздар. Жұлдызша беру арқылы кері байланыс қалыптастырушы баға жүргіземін. Қорытындылай келе, жазушы шығармасын саған не ұнады? Қиялы ма, кейіпкері ме, тілі ме, оқиғасы ма? Өз пікірлеріңді білдіресіздер. Жауапты тексеремін. Үйге тапсырмаға мәтіндер суреттер топтамасын дайындап келесіздер. Осымен сабағымыз аяқталды.